бүгінгі біз сабағымызда етістік туралы өтетін боламыз. Бірінші етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз заттың іс-әрекетін, қимылын білдіретін сөз табы. Оның сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты дейтін сұрақтарға жауап береді. Етістіктер бірнеше бөлімдерден тұрады, яғни тұлғасына қарай негізгі және туынды сөздерге бөлінеді. Негізгі етістік дегеніміз кел, кет деген сөздер жататын болса, туынды етістіктерге биле, әндет, яғни түбірі биле, ле дейтін ол жаңағы туынды етістік сөз тудырып тұр. Келесі бізде құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дараға мысалға оқы, сана, әкел деген сияқты сөздер жатыр. Ал күрделі етістіктер бірнеше, яғни екі немесе одан да көп сөздерден құралған сөздерді күрделі етістік деп айтамыз. Мысалға жақсы көр, алып кел деген сияқты сөздер. Мағынасына қарай сабақты және салт етістіктер болып бөлінеді. Сабақтыға, яғни табыс септігінде тұрған етістіктер жататын болса, ал салт етістіктер табыс септігінен басқа септіктерде тұрған сөздер жатады. Мысалға сабақта мысал келтіретін болсақ, тыңда, ойла деген сөздер жататын болса, салт етістікке өшті, кел деген сөздерді жатқыза аламыз. Етістіктер сонымен қатар болымды және болымсыз болып екіге бөлінеді. Яғни болымсыз етістікке маме, папе деген жалғаулар жалғанған сөздер жатқызамыз. Мысалға ойлама, оқыма, көрме деген сияқты сөздерді жатқызатын болсақ, болымды етістіктер яғни бол,